Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. 10 саны және де цифры. Шаттық шеңберін құрайық. Біздер жақсы баламыз, өсті ақыл санамыз, қонақтармен ең алғаш амандасып баламыз. Дей отыра, оқушылар сәлеметсіңдер ме? Оқушылар, көлде қанша балық қалды? Бестен бір балықты алсақ, 4 балық қалды алғашында. 5-тен 4 балықты алсақ, 1 балық қалды ең соңында. Тапсырманы орындаймыз. Сәйкестендіру. Неше алмұрт бар, оқушылар? 2 алмұрт бар. Неше роза гүлін көріп тұрсыңдар? 4 роза гүлін көріп тұрмыз. Неше көбелек көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, 5 көбелек. Неше балапан көріп тұрсыңдар? 2, 1 тотықұс, 6 қызанақ, 3 құсты көріп тұрмыз. Нешінші қабат, нешінші пәтер екенін табайық, оқушылар? 1-ші шымшық 5-ші пәтердің 4-ші терезесінде орналасқан. Кішкентай бір қораздың балапаны, яғни бұл 5-ші пәтердің нешінші терезесінде орналасып тұр? Дұрыс айтасыңдар, 1-ші терезесінде орналасып тұр. Тиынды қараймыз, оқушылар. Тиын нешінші пәтерде орналасып тұр? Дұрыс айтасыңдар, 4-ші пәтерде орналасып тұр. Нешінші терезесінде орналасып тұр? Дұрыс айтасыңдар, 2-ші терезесінде орналасып тұр. Тасбақаны қараймыз. Тасбақа нешінші қабатта? 3-ші қабатта, дұрыс айтасыңдар. Нешінші терезеде? 1-ші терезеде, дұрыс айтасыңдар. Аюды қараймыз. Ақ қонжық. 2-ші қабат, дұрыс. Және 3-ші терезеде орналасып тұр. Ең соңында кішкентай қонжығымыз 1-ші қабатта, дұрыс айтасыңдар, 4-ші терезесінде орналасып тұр. Сергіту сәтін жасаймыз. Көз жаттығуы. Есептейік, оқушылар. 7-ге 2-ні қоссақ, неше болады? 9. 9-дан 3-ті алсақ, 6. 6-ға 1-ді қоссақ, дұрыс айтасыңдар, 7. 7-ден 2-ні алсақ, 5. 5-тен 1-ді алсақ, 4. 4-ге 2-ні қоссақ, дұрыс айтасыңдар, оқушылар, 6. 6-дан 3-ті алсақ, 3. 3-ге 2-ні қоссақ, дұрыс айтасыңдар, 5. 5-ге 5-ті қоссақ, неше болады екен, оқушылар? 10. Бүгінгі өтіп атқан тақырыбымыз 10 саны. 10 саны шықты ма, оқушылар? Я, шықты, дұрыс айтасыңдар. 10 саны мен цифры. 10 саны 9 және 1-дің қосындысынан құралған. 10 саны шығады. 1-ге 9-ды қоссақ,
10 саны шығады. 2-ге 8-ді қоссақ, 10 саны шығады. 3 пен 7-ні қоссақ, 10 саны шығады. 4 пен 6-ны қоссақ, 10 саны шығады. 5 пен 5-ті қоссақ, 10 саны шығады. Оқушылар, бүгінгі 10 санын түсіндік пе? Сергіту сәтін жасап алайық. Бір саусағым тіпті де, ұстай алмас жіпті де, 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. 3 саусағым орамды, жүгіртеді қаламды. Өнерлі екен 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Оқушылар, тапсырманы орындап көрейік. Тауық қанша балапан шығарды? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Балалар, тауық неше балапан ашты? Дұрыс айтасыңдар, 10 балапан ашты. Өз орнын табуға көмектесейік. 5-тен 2-ні алсақ, неше болады оқушылар? 3. 6-ға 2-ні қоссақ, 8. 3 пен 1-ді алсақ, 2. 7-ден 2-ні алсақ, 5. 2-ге 2-ні қоссақ, 4. 9-ға 1-ді қоссақ, 10. Өз орындарына барып орналастырайық. Көршісін тап ойнап көрейік оқушылар. 3-тің көршісі. 3-тің алдында қандай сан? Дұрыс айтасыңдар, 2 саны. 3-тен кейінгі сан? 4 саны, дұрыс айтасыңдар. 5-тің көршісін тауып көрейік. 4 және де 6. 2-нің алдында қандай сан бар? Дұрыс, 1 саны. 2-ден кейін 3 саны. 4 пен 6-ның ортасында қандай сан оқушылар? Дұрыс айтасыңдар, 5 саны. 3 пен 5-тің ортасында 4 саны. 6-ның көршілері қандай? Дұрыс, 5 саны және де 7 саны. 7 мен 9-ның арасында 8, дұрыс айтасыңдар. 8-тің екі жанында қандай сандар? 7 және де 9. 9-ның көршілері 8 және де бүгінгі өтіп жатқан тақырыбымыз 10 саны. Жарайсыңдар оқушылар. Сандарды тура және кері санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді кері қарай санап көрейік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар оқушылар. 10 санының құрамы. 10 санының құрамында 2, 8, 5, 5, 7, 3, 4 және қандай сан оқушылар? Дұрыс айтасыңдар, 6 саны бар. Бүгінгі сабақтан алған көңіл күйімізді айтайық оқушылар. Қызыл түс жақсы, жасыл түс орта, көк түс көңілсіз. Таңдайық. Жарайсыңдар оқушылар. Әрине біз қызыл түсті таңдаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.